бүгін сабақты біз бастайық. Мына көңіл күйді көтеру үшін мындай бізде сурет тұр. Енді бұл сурет бойынша біз бір-біріміз сабақты жақсы өтсін, бір-бірімізге не береміз? Күлкі себеміз. Бір-біріне қарап, күлкі себеміз. Енді сабақты тексерейік. Жарық болғаны қалай жатыр ғой? Неше? Бар бізде бесеу. Ол түскен сәуле, салған сәуле, перпендикуляр. Жатады? Барлығы бір жақты. Бір жақты. Екінші Альфа мен бета десем. Альфа мен бета түскен сәулемен түскен бұрыспен шағын бұрыспен берді. Жазық айнада алатын кескін сипаттамасы қандай? ол тұрады бір бөліктен. Тұрады. Мен айтамыз, қандай болады кескін? Біріншісі ол тура. Тура, екінші жалған. Үшіншісі өлшемдері бірдей болады. Өлшемдері и төртіншісі қашықтықтары бірдей болады. дұрыс қой. Так енді мына суретте екі жазық айна берілген. Оның кескіндері берілген. Так сендерге айтылды. Мына бұрыш неше екен? И неше кескін алып отыр? Кескін санаңдар неше? 5 кескін. 5 кескін, да? Кескін неше? Мына дене, мына 5 кескін. А мына екі айнадан ортасынан бұрыш не кетеді? 30 градусқа. Так, формуласы қандай? 360-ты 360 бөлеміз альфа минус 1 тар. Енді бізге 5 болып тұр. Сонда альфа не кетеді? 5-ке. 360-ды бөлеміз неге? 360. Бөлеміз неше? 6-ға бөлсек неше болды? 60-ға бөлсек болды. 6-ға бөліп алсақ 5 болды. Значит, бұрышы неше болды? 5. Бұрышы неге дейін? Саны 5. Бұрышы неше болды? 60. 360-ды бөлеміз 60-ға, бөлейік 6 и бөліп аламыз. Так, енді мына жерде қабырғап тұрған айнаның болған кескін дұрыс сипатталғанын анықтаймыз. Жауабы тура және объекті қарағанда кішірек, тура және объект өлшемдері бірдей, төңкерілген және объекттің қарағанда төңкерілген және объекттің өлшемі бірдей. Қайсы болады? Қайсы дұрыс болады? Біріншісі А. Бірінші этап. Несі қандай болды біз тұғын бізден айтты? Қандай болды біз? Б. Б болды қандай? Тура және объекттің өлшемдері бірдей. Так, енді мынаны салайық. Мына суретті қарайық. Мынау берген кескіні айнада неше сағат шыға қарамас тұрған сағат көрсетті? Қандай уақыт? 9:35. 9:35. Анында тұрғылым да? 9:25. 9:20. Мынады несі кескін қарағанда. Енді мынаны қарай, мында бізде айналар берген. Так, айналғандар, қандай айналар? Мына қандай айна? Бірінші суретте қашықтықтары бірдей. Мына айна қандай бізде берген? Тура. Айна қандай? Үйде қандай айна болып отырмыз? Айна қандай бұл? Жазық айна. Так, мына айналығында бес, айна. Мына не көрсе? Сфера. Мына айна қандай? Вот айна қандай? Онdan Ойыз, да? Ойыз қой, да? Мынау не? Мынау неше? Зөніз. Ойыз не? Значит, бүгінгі тақырыбымыз қандай болады? Қандай айнаны аламыз міне? Көрсетті. Тақырып қандай болады? Біз аламыз ойызды. Не қандай айналарды қараймыз? Ойыз және бірдей. Значит, қандай екеуміз? Неге жүрді? Сфералық айна. Дәптердің ашасында и тақырып жазамыз. Сфералық айна. Сфералық айна. Так, енді мына неге қарап отыр, мына суретке айттық. Енді сфералық айна неткенде біз сабақтың мақсатымыз қандай не істейміз? Нені оқырмыз? Сфералық айналы, ол не екен да, қандай түрлері болады екен. И потом несін алып біз өткен сабақ несін алып болдық? Айнадан нені аламыз? Айнадан біз несін аламыз? Кескін. Кескінін, значит, кескінін қараймыз да,
қандай нәрсе айналған бұдай кестің. Значит, біз мақсат білмейміз, сфералық айналу дейміз, сфералық айналу түсінікті береміз, и оның кескінің енді сфералық айна бізде екі түрі болады. Ойыс және дөңгес айна болады. Ойыс айна қарасақ, міне ішкі жағында болады. Айна сияқты ішкі жағында, значит, мынау, значит, сыртқы жағы жылтырған. Так, енді олардың ішінде қалай жарық етіп, қандай кескен білетін. Значит, мына біз қарағанда бірінші ойыс айнаның, қандай айна болса да, бізде үш-ақ жолы бар жүретін. Біз оқып отырмыз тақырыпты шағылуда, значит, қараймыз. Егер мына неде сферада, значит, несі қандай нүктері болады екен? Қарай, сфера болғасын, ортасы болады. Ортасын не ескен сфера үшін бұл радиусы, оны қақ бөлгенде ол фокус дейді. Екі жағында екі фокусы болады. Мынаны бастық оптикалық ос деп айтады, мына қараңдар. Вот не оптикалық ос. Енді қалай жарықты жүретін жолы болады, үш-ақ жолы болады. Егер жарық түссе, оптикалық осқа параллель түссе, ол фокустан кетеді. Шағылан келіп, оқтан келіп. Екінші жолы, егер жарық түссе несіне, айнаның орталығына, то, значит, қайтқан кесе сонда бұршпан қарай кетеді. Мына екі бұрыш бірдей, вот былай кетеді. Үшінші жолы, егер фокустан түссе, то неде мына осыға параллель шығады. Түсінікті. Так, егер мынаны қарасақ, енді бұны нені қарасақ, мына нәрсенің кескіні не тұр? Кескіні қарасақ, мынаған қарағанда қандай деп айтамыз? Тоқырылған да, кішейтілген, бұдан кішейтілген, так, и шын, шо жақ тұрса, ол шын деп айтады. Мынау бізде дөңес айнаныкі. Дөңес айнаныкын қараймыз. Егер параллельно түссе, сәуле, кеткенде мына фокустан кетпейді, мұн жақ басқа фокустан кетеді. И бұла қарайды бұны. Так, екінші сәулесі біз қараймыз. Параллель түссе, и мынамен кетеді. Если параллель түссе, то через фокус кетеді. Вот не тұр. Қарасақ, и неткенде оны сүйреттір мұн жақта болып көрінеді. Түсінікті. Енді біз кескінін алу әртүрлі жағдайда топпен бізге жұмыс істейміз. Мынаған қарап отырып, мына қағазды нені толтырайық. Аламыз мына нені, мына жерге жақындап келіңдер. Так, и мына нені толтырасың. Жанына келіп көмектесіңдер. Мына жерге сызықтарын берді. Мына несін қарап отыр, түсінді. Так, егер бері түсінді. Параллель түседі. Так, қалай кетеді? F-пен кетеді. Онда тұр не? Сызықпай кетеді. Егер қалай түседі? Несіне? Ортасына түседі. Ортасына түседі. Енді өзін істегенде. Қараңдар, несі қандай болып қалады? Істегенде. Көмектесіп отырмын. Ал, несіне? Көмектесіп отырмын. Енді қалай болды? Қиылысқан жері. Мынау болды? Да. И былай несіп перпендикулярға көтеріледі. Так. Дұрыс несі. Енді мынаны көріңдер. Үшінші көріңдер. Көмектесіп отырмын. Қалай түседі? Айтып отырмын. Қалай түседі? Былай. Параллельді. Оптика осыға. Шағылан деген қажақ берді. Шағылан кейін. F-ке. F-ке. Ане қарайды. Мына қандай берді? Басқа айна. Мына ертің кетті. Мына ертің кетті. Мұнда оптика қарайды. Бұдан через береді. Сыз. Қақансы. Аны қарайды. Так. Егер сәуле түссе демен фокуспен. Сәуле түссе фокуспен қалай саламыз? Бұлай қойшы. Сала береді. Через фокустан түседі. Жақсы. Фокустан түседі.
Мына жаққа түсті, да? Иә. Шағылған кейін қай жақтан кетеді ол? Ха? Шағылған кейін қай жаққа кетеді? Мынау? Қалай кетеді? Так, былай және былай. Шағыл. Былай кетеді, былай. Маған. Да. Қалай кетеді? Қара болды. Егер фокуспен түссе, қалай кетеді? Пара. Пара. Түстер енді түсірді. Көрсетіңдер, қай? Бала көрсетіңдер, қайсың? Былай? Да, ну дұрыс. Былай. Анау шағылады ғой. Шағыл. Мына жаққа кетеді. Басқа айналма. Енді олардың несіген қиылысы жерде? Қиылысы. Қиылысы бар ма? Мешітте? Мында қиылысы жоқ. Енді қарай, мына қандай дене болып тұр сенде? Сипаттамасы қандай дене? Сипаттамасы. Қандай? Ойы. Нет, несі, мына вот несі, мына кескінің сипаттамасы қандай? Сол жақта болғасын. Қандай болды? Ойы, дөңес. Қандай? Шын. Шын. Потом қандай? Төңкерілген. Төңкерілген. Қандай шу? Үлкейген. Үлкейген барады. Түсінікті. Иә. Енді қалай кескін алып үйрендір ме? Иә. Жақсы оларды үйрендір. Енді мынаны түсінгенде кішкене тапсырманы істеп көрейік. Так, жеке тапсырманы істегенде біз енді тапсырманы былай істейік. Мына нені берген тапсырманы, дененің кескінін табыңдар. Суреттен өздері салып көріңдер, қалай екенін несіне көріңдер. Сызғыш алып, өздері дененің кескінін табыңдар айналардан. Жаңа қалай біз үйрендік, және топ істейік. Қарап тұр, сол кескінін алыңдар. Кескін алыңдар. Егер параллель жүрсе, кескін түсірді, параллель жүрсе, параллель жүрсе, несі кескін түсірді, параллель жүрсе, немен кетеді, неге болып кеткенде, параллель жүрсе, фокуспен кетеді. Но егер ой сайынан, ой сайынан, егер немен кетсе, фокуспен кетсе, ол параллель жүрсе, екі сызықта болсын. Стена. Тест жұмысы жасалды. Сендерге берген тест жұмыстар, тест жұмысын жасалды. Енді сабақ осымен аяқталды, қараңдар. Енді кері байланысып қарай. Мына нені қарағанда, қай суретті сендер таңдайсыңдар? Суретті қарағанда қандай неде, қай суретті таңдайсыңдар? Мен үшінші таңдаймын. Үшінші таңдайсыңдар. Мен де үшінші. Сабақ түсінікті? Түсінікті. Үй тапсырмасын, күндірікті сендерде бар, тақырыпта жазыңдар. Сау болыңыздар.